құдағи, әжептеуір қып әкемейсіз ба? Мынау нені кімге берем мен мынаны? Нені әкеген заттарыңыз, құдағи? Мынау біледіңіз, бушный ма, мен бұны кімге берем? Бас-бастарыңа қос-қос алтыннан комплект қып таққан жоқпын ба? Досым отыр, дұшпаным отыр. Кімге не деп айтам мынаны? Қай бетіммен берем, қай бетіммен? Құдағи, сіз алтынды былтыр алғансыз ғой, арзан кезде. Қазір алтынды удай болып кеткенше? Қалдай болса да бір нәрсе бермедің ба, құдағи? Айттым сізге алтынды қысылайық деп. Мынау не, мынау? Айтшы, мынау не, мынау? Ұят емес па? Қатырам оны. Құдай, құдағи, қыз алып жоқпыз ба біз? Зато қызыңызға тиіспеймін мен. Құдағи, енді дұрыс қой енді сіздікі. Бірақ енді алтын бергеннен кейін енді алтын қып қайтару керек та. Айтшы Айжан өзің, алтынның бағасы қазір сіз ойлағандай қымбат емес. Айжан, айтшы мені, мен сіңілім қазір сізге түсіндіріп айтады. Құдағи, мен деген оптым бағада, ең арзан бағада алтын сатам бұл Қазақстан бойынша. Самал базарда 5 жыл болды отырғаныма. Менен бүкіл Қазақстан алады. Одан кейін құдағи, менде WhatsApp чат бар. WhatsApp чатта сіз алтын грамын 45-тен немесе одан да төмен ала аласыз. Осы WhatsApp чатқа тіркеліп алғаныңда, мына жерде алтын атсып, мына жерде күлдендіріп отыратын еді құдалықты. Қандай голд дедіңіз? Айжан голд. Айжан голдқа тіркеліп, комментарийге алтын деген сөз жазсаңыз, автоматически чатқа қосыласыз.